2022 жылғы 4 қарашада Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығының филиалы және химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі жас педагогтердің зияткерлік әлеуетін арттыру мақсатында жас ұстаз табысқа апарар жол тақырыбында бір күндік аймақтық форум өткізді. Шараға Шығыс Қазақстан облысының білім беру ұйымдарынан барлығы 150-ге жуық жас педагог қатысты. Бұндай форумдар өте маңызды, керек деп ойлаймын. Себебі жас мамандар әртүрлі қолдау қажет етеді. Және өзінің әріптестерімен осындай пікір алмасу, осындай тәжірибе алмасу өте маңызды деп ойлаймын. Іс-шара барысында жас педагогтар үшін тренерлер, педагог-психологтар біз бір командамыз тренингін жүргізу арқылы қатысушылардың эмоционалдық көңіл күйлерін форум жұмысына бағдарлады. Жас педагогтерге өмірлік жолында мотивациялық және бастамашылық дағдылардың қалыптасуына талпыныс беру үшін өз кәсіптерінде жетістікке жеткен, еліміздің дамуына зор үлестерін қосып жатқан арнайы шақырылған спикерлер, Олимпиада чемпионы Ольга Сергеевна Рыпакова, кәсіпкер Мұхтар Серикович Тойбазаров айналысып жүрген кәсіптеріне келуге себеп болған қызықты да мағыналы оқиғаларын әңгімелей отырып, бүгінгі күні жемісін көріп отырған жетістіктерінің құпияларымен бөлісті. Форумның әдістемелік бөлігінде тақырыптық алаңдарда функционалдық сауаттылық, сабақты құрастыру, инсайт зертханасы, оқытуда АКТ-ны тиімді пайдалану тақырыптарында әдіс-тәсілдермен бөлісті. Учитель и ученик бесконфликтное общение, использование активных методов в обучении, ЭКТ-приложения и лайфхаки трендового урока, применение мобильных приложений для развития навыков устных вычислений тақырыптарындағы шеберлік орталығының тренерлермен бірлесе өткізген жас педагогтеріміздің шеберлік сағаттары шараның шарықтау шағы болды.